Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағы өте қызық болады деп ойлаймын. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ әдебиеттік оқу 4-ші сынып, 10-шы сабақ тәуелсіздік күні. Бүгінгі сабақта өз ойымызды, сезімімізді білдіреміз. Шығармаларды талдауға қатысамыз. Алдымен тәуелсіздік күні жайында түсіндіре кетейін. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанында аталып өтеді. Бұл күн ұлттық мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке болғандықтан 16-17 желтоқсан күндері күнтізбеде демалыс болып табылады. 1991 жылы КСРО ыдырап, одақтың құрамындағы елдер өз алдарына жеке мемлекет болып жатты. Солардың қатарында Қазақстан да болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Балалар, олай болса 1991 жыл 16-17 желтоқсан біздің тәуелсіздік күніміз екен. Сабаққа көшейік, есіңе түсір. Бірінші, Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелерін еске түсіріңдер. Мерекелер: 1 қаңтар, бұл жаңа жыл мейрамы. 8 наурыз, халықаралық әйелдер күні. 22 наурыз, наурыз мейрамы. 1 мамыр, Қазақстан халқының бірлігі күні. 7 мамыр, отан қорғаушылар күні. 9 мамыр, жеңіс күні. 30 тамыз, Конституция күні. 16-17 желтоқсан, Қазақстанның тәуелсіздік күні. Түсіндір. Тәуелсіз, тәуелді сөздерінің мағынасын бір-біріңе түсіндіріңдер. Тәуелді деген сөз бағынышты болу, яғни біреуге бағыну. Тәуелсіз деген сөз азат болу, бағынышты болмау, біреуге тәуелді болмау деген мағынаны білдіреді. Қазақ халқына тәуелсіздік оңай келген жоқ. Тәуелсіздік үшін ата-бабаларымыз күресіп өтті. Кеңес одағының қыспағына 1986 жылы қазақ жастары қарсы шығып, наразылық танытты. Бұл үшін қазақтың намысшыл ұл қыздары қуғынға ұшырап, тағдыр тауқыметін бастан кешті. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында барлық этнос өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қалқаман Сарин, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1978 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Архат ауылында дүниеге келген. Арманымның бейнесі, Құс жолындағы керуен атты жыр жинақтарының Жібек сезім, жүрек сөзім, үнтаспа жинағының авторы. Түсініп оқы. Тәуелсіздік. Тәуелсіздік, сенсің сыйым ең қымбат. Басымызға баға жетпес бердің бақ. Кемелденіп келемін мен бақытты. Бала шақтан болашаққа қол бұлғап. Мен тәуелсіз Қазақстан өркені. Мен жаңа күн, жаңа дәуір желкені. Мен кешегі арыстардың арманы. Жарқын өмір, еркін өмір, ертеңі. 3. Қалай ойлайсыңдар, ақын не себепті тәуелсіздікті ең қымбат сый деп есептейді? Яғни өлеңде ақын тәуелсіздік сенсің сыйым ең қымбат деп айтады. Басымызға баға жетпес бердің бақ дейді. Яғни біздің бағымыз дейді тәуелсіздік. Себебі тәуелсіздік ел болсақ, өзіміздің ешкімге тәуелді емес, өзіміздің әнұранымыз болады, өзіміздің жалауымыз болады, өзіміздің туымыз болады, өзіміздің әнұранымыз болады. Бұл деген баға жетпес байлық. 4. Өлеңдегі мен тәуелсіз Қазақстан өркені, мен жаңа күн, жаңа дәуір желкені, мен кешегі арыстардың арманы деген ақынның ойын өзіңше жалғастырып жазып көр дейді. Бұнда мен тәуелсіздік Қазақстан өркені, яғни тәуелсіз Қазақстан елдің азаматы болсам, біздің жаңа дәуіріміз, жаңа күніміз, жаңа болашағымыз
өзіміз қолымызда, өзіміз жасай аламыз. Біз кейінгі қалып кеткен ата-баба аруақтарымызда, арыстарымыздың арманын тәуелді болмай жалғастырамыз деген мағынада. Аллитерация дегеніміз не? Аллитерация дегеніміз өлең жолдарындағы бірыңғай дауыссыз дыбыстардың ерекше мәнермен үйлесімді қайталануы. Тәуелсіздік өлеңіндегі аллитерациялар. Тәуелсіздік, сенсің сыйым ең қымбат, басымызға баға жетпес бердің бақ. Кемелденіп келемін мен бақытты, бала шақтан болашаққа қол бұлғап. Яғни бұл жерде аллитерация с әріптері сенсің сыйым, ал екінші жолында басымызға баға бердің бақ дегенде б әріптері болып тұр. Және бала шақтан болашаққа қол бұлғап деген жолдарда б деген әріптен аллитерация жасалып тұр. Аллитерация мақал мәтелдер мен жаңылтпаштарда кездеседі. Бақытжан Тобаяқов, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1953 жылы Алматы облысы Кербұлақ ауданы Бостан ауылында дүниеге келген. Ақынның Кім болам, Алматы көшелері, Металдар құпиясы деген кітаптары бар. Түсініп оқы. Тәуелсіздік әні. Ата-бабам аңсаған азаттықты қарсы алам, жер жаһанға ғаламға бостанмын деп жар салам. Азаттықтың ұраны, алаш еді жыраны, қалықтайды көгімде еркіндіктің қыраны. Желтоқсанның ызғары қариды ғой бізді әлі, құрбан болған құрып үшін жүрегіміз сыздады. Тәуелсіздік тәу етем, әуелетем, әндетем, азаттықтың ақтаңы өлшенбейтін мәнге тең. Бақытжан Тобаяқов. Бұл өлеңде алаш деген сөз қазақ жеріндегі тайпалардың ең алғаш қауым болып біріккен одағы. Тәу ету деген сөз қасиетті нәрсеге басын иіп тағзым ету. 16-17 желтоқсанда Қазақстан Республикасында тәуелсіздік күні аталып өтеді. 5-ші кестедегі сұрақтарға жауап беріңдер. Ақынның жүрегі кімдер үшін сыздайды? 2. Еркіндіктің қыраны деп ақын нені меңзеп тұр? Ақынның жүрегі тәуелсіздік үшін құрбан болғандар үшін сыздайды. 2. Еркіндіктің қыраны деп тәуелсіздікті, бостандықты жырлайды. 6. Өлеңдерден аллитерацияны тауып оқы. Жер жаһанға ғаламға бостанмын деп жар салам. Яғни бұнда ж әріптерінен болып тұр. Қалықтайды көгімде еркіндіктің қыраны. Бұнда аллитерация қ әрпінен болса, желтоқсанның ызғары қариды ғой бізді әлі, құрбан болған құрб үшін жүрегіміз сыздады. Бұнда ж әрпі және қ әрпі. Тәуелсіздік тәу етем, әуелетем, әндетем, азаттықтың ақтаңы өлшенбейтін мәнге тең. Яғни бұл өлең шумақтарында т әрпінен аллитерация болып тұр. 7. Өлеңдерден өзіңе ерекше әсер еткен сөздерді теріп жаз, себебін түсіндір. Бұнда ерекше сөздер бостанмын, алаш, еркіндіктің қыраны, желтоқсан ызғары, тәуелсіздік, азаттықтың ақтаңы. Мінекей, маған жүрегіме ерекше әсер еткен сөздер осы сөздер. Бұнда еркіндіктің қыраны деген сөзіміз тәуелсіздік, бостандық деген мағынаны білдірсе, желтоқсан ызғары дегеніміз ол тәуелсіздікті алу үшін қазақ азаматтары осы желтоқсан айында күресті. Сондықтан да осы желтоқсан ызғары деген сөз менің жүрегіме әсер етті. Қорытындыла. 8. Өлеңдердегі бостандық, тәуелсіздік, желтоқсан, азаттық, еркіндік деген ұғымдарына мына эпитеттерді сәйкестендіріп оқы. Аңсаған, ызғарлы, баға жетпес, армандаған, шуақты, ғажайып. Яғни сәйкестендіретін болсақ, баға жетпес бостандық, армандаған тәуелсіздік, ызғарлы желтоқсан, аңсаған азаттық. Келесі үй жұмысы. Көк тудың желбірегені әнін Алмас Ахметбек әнін жазған Ермұрат Сейіпханның хормен айтуға дайындалыңдар. Көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені қазақтың асқақ беделі.
махаббат қайрат екеулеп шымырлатқаны денені. Көк тудың желбіреткені жаныма қуат береді. Таласқа түске қан мен ту, хан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ әлемі, әр жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Көк тудың желбірегені, бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың азат отанға жете алмай көзінің мөлдірегені. Балалар, мінекей осымен сабағымыз аяқталды. Олай болса, каналға тіркелмеген балалар болса, каналға тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.